Армысыздар, қадірменді тыңдармандарым. Әңгімені міндетті түрде соңына дейін тыңдап, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келін. Қараңғы көшемен белі иін ағаштай иіле түскен қария қос қолдап ұстаған таяғына сүйене қалт-құлт етіп әрең жүріп келеді екен. Ол жақындаған сайын жаңыл оны шырамыта түсіп, ақыры өз енесі екенін таныды. «Апа, сіз бұл жақта неғып жүрсіз?» деп ұмтыла бергені сол еді. Енесінің қолындағы таяғы сынып кетіп, етпеттей құлап түсті. «Апа!» Жаңыл өз даусынан өзі шошып оянды. Үсті-басы қара терге малшыныпты. Тұла бойы дел-сал. Жайлап жамылғысын ысырып қойды да жан-жағына бағдарлай көз тастады. Қыбыр еткен жан жоқ. Тек жанында қаннен қаперсіз танауы пысылдап 4 жасар ұлы ұйықтап жатыр. Еппен тұрып терезені ашты. Күздің салқын лебі жүзін аймалап қалжыраған денесіне әл бергендей. Ай сүттей жарық, дала маужыраған тәтті ұйқыда. Әр тұста көше шамдары жарқырап тұр. Көк аспанды қара қошқыл бұлттар қаптап, жаңағы айды бұдан қызғанғандай бүркемелеп жауып тастады. Кенет самсаған жұлдыздардың арасынан біреуі төмен қарай жылжи беріп, көзден ғайып болды. «Иә, уақыты жетсе жұлдыз да ағып түседі ғой», деді күрсініп. Орнына келіп баласының көрпесін қымтап жапты да аналық мейіріммен өзіне тартып маңдайынан иіскеді. Ол көзін жұмып әрі аунақшыды, бері аунақшыды. Ұйқысы келер емес. Қайдағы бір асау сезім арбап, өне бойын билеп барады. Көрпесін умаждаған бойы ақ төсіне қыса құшақтап жатып, даусын шығармай жылап та алады. Бұл Жаңылдың асыл жары, Алтынбектен айрылғалы 3-ші күзі. Жалғыздықтың азабынан жалыққан сәттерде осылай көзінің жасын төгіп алса, арқасынан ауыр жүк түскендей жеңілдеп қалатын. Қазірде кемсеңдеп жатып күйеуімен өткізген тату-тәтті күндерін ойлап бастады. Екеуі мединститутта бірге оқыды. Алғашқы жылдары достық өмір өткізген олар сынаптай сырғыған уақытпен қоса бірін-бірі ұнатып, болашаққа да қол ұстасып бірге аттанайық деп уағдаласқан еді. Алтынбек соңғақ бойлы, қыр мұрынды, қой көзді, үстіне шаң жұқтырмай таза киініп жүретін, салмақты да сабырлы жігіт болатын. Түйіліп жазылған қалың қабағы мен ойлы көзқарасы өзіне сондай жарасып тұрушы еді. Оқуларын бітірген жылы үйленіп, отау тікті. Қаланың шет жағындағы аядай 3 бөлмелі үйде Алтынбектің қартайған анасы мен інісі Еркінбек 4-еуі тұрып жатты. Дина шешей адамгершілігі мол, көңілі дариядай шалқыған кеңпейіл жан еді. Өзінің ұзақ жылғы өмірінен жинақтаған мол тәжірибесін Жаңылға түсіндіріп, келешек тіршілік жайлы ұғындырып отыратын. Тұңғыштары Мұратбек дүниеге келгенде енесінің қуанышына қойнына сыймай, енді өлсем арманым жоқ деп немересін бауырына салып алған еді. Үйді жиыстырып тыным таппайтын болған, «Қарағым, өзің жұмыстан шаршап шалдығып келесің, күйбеңдей бермей бір уақыт демалсаңшы, үйдің шаруасы таусылушы ме еді?» деп ылғи бәйек болып жүргені. Ал Еркінбек болса, таңертең ертемен кетіп, түннің бір уағында келеді. Ешкіммен шешіліп сөйлеспейді. Қашан көрсең де бір нәрсені көңілі қалған адамдай томсырайып жүргені. Кей күндері аузынан арақ иісі мүңкіп, қызара бөртіп келетін. Ондайда ағасы мен інісінің арасында кикілжің туады. Араға көбінесе Жаңыл түсіп, күйеуіне басу айтатын. Ал Алтынбек болса, «Жаным-ау, мен оған жамандық ойлады дейсің бе? Тек адам болып туғаннан кейін. Адам болса екен деймін де», деп налитын. Жаңыл өзін бақытты санайтын, бірақ ол қуанышы ұзаққа бармады. Күйеуі өз ісіне үлкен жауапкершілікпен қарайтын азамат еді.
жедел жәрдем машинасымен адам өмірін сақтап қалуға асығып бара жатқанда жол апатына ұшырап көз жұмды. Бұл қаза жас сұлудың сүттей ұйыған тіршілігіне жазылмастай жара салды. Жаңыл қалың қайғы құшағында аңырап қала берді. Шынымен тастап кеткенің бе? Деп еңірегенде етегі жасқа толатын. Аз уақыттың ішінде көздері шүңірейіп, жақ еттері солып, сүзектен тұрған адамдай қор сүлдері қалды. Енесінің де қайғыдан белі бүгіліп, қайратты қара шашы бурыл тарта бастады. Қанша қайғырып жылап-сықтағанмен ұлының қайтып келмесін білетін Дина шешей Жаңылға болған іске болаттай берік бол деген: қарағым, қайтеміз, жазғанның жазмышына қылар шара бар ма? Өлгеннің артынан өлмек жоқ, көнеміз де. Еркінбегім аман болса аштан өліп көштен қалмаспыз, деп жұбату айтатын. Көп ұзамай Еркінбек те үйленді. Қалыңдығы орта бойлы, сұлу денелі Паршагүл есімді қара торы қыз еді. Уақыт зымырап өтіп жатты. Бір күні Жаңыл басының сақинасы ұстап қатты ауырып қалды. Көзі қарауытып, шеке тамырлары солқылдап, әбден мазасы кетті. 2-3 қабат көрпе жамылса да денесі суық тартып, қалтырай берді. Дина шешей дәріханадан дәрі-дәрмек әкеліп берді де, бүкшеңдеп жүріп кешкі ас қамына кірісті. Кейінгі кездері ыңқыл-сыңқылы көбейіп, шөгіп бара жатқан енесіне жаны ашыған Жаңыл күндегі әдетінше қолын төбесіне қойып, шал жейіп жатқан абысынына: Паршагүл, апаңа көмектесіп жіберші, деді. Шын жаның ашса, жатып алып біреуге бұйрық бергенше, өзің неге көмектеспейсің, деді. Басын көтеріп алған Паршагүл көзімен атып. Бұлай болар деп ойламаған Жаңыл тосылып қалды да: көк желкемнен тартып, басым көтертпей жатқаны әйтпесе өзім-ақ, деп еппен көтеріліп ас үй жаққа беттеді. Іштей өзіне өзі риза болған Паршагүл: тап бүгін өлетін түрін көрінбейді, деп күбірледі де қайтадан түзеліп жатты. Осыдан кейін-ақ екеуінің арасына сына түсті. Бірде Мұратбек ойнап жүріп үстелді қағып кетті де үстіндегі тұрған кеселерді сындырып алды. Оны байқап қалған Паршагүл: өй, ойының осылғыр, ойының осылсын, ыдыстың бәрін осақ қиратып бітіретін болды. Қарашей өзін, қыршыныңнан қиылғыр, деп қарғап-сілеп, жақтауда тұрған сыпыртқыны ала сала Мұратбектің жон арқасынан салып кеп жіберді. Төр жақта іс тігіп отырған Жаңыл кемсеңдеп келіп бауырына тығылған баласының басынан сипап отырып: бала емес пе? Әдейі қақты дейсің бе? Байқамай қалды ғой құлыным, деді қоңыр даусымен жайлап қана. Көп сөйлеме, аузыңды жауып отыр. Бұл бала емес, пәле. Өзіңнің үйің болмаған соң сенің нең кетті? Маған десе бәрін шағып тастаса да, түсінсем бұйырмасын, бұл үйде әлі күнге дейін не күтіп отырғаныңды. Әлде ескі заманның ата салтына салып, қайныныңе тоқалдыққа тиіп алайын деп жүрмісің, деді Паршагүл, зымияндықпен сылқ-сылқ күліп. Мына сөз жүрегіне оқтай қадалған Жаңыл бұдан әрі бұл жерде тұрып, опа таппасын сезді де туған ауылына кетіп тынды. Жаңыл дөңбекшіп жатып, көрер таңды көзімен атырды. Кейінгі кездері апам түсіме жиі кіріп жүр. Бізді ойлап сағынып жүрме, әлде ауырып қалды ма екен? Қарт адам ғой, қуанып қалсын, амандығын біліп, өз көзімен көріп қайтайын, деген оймен ертерек тұрып жолға шықты. Түні бойы ауыр ойлардан әбден қалжыраған ол, автобусқа мінісімен талықсып барып көз ілініп кетті. Қалаға кіреберістегі ашық алаңға орналасқан зиратқа жақындай бере автобустан түсіп қалды да күйеуінің қабіріне келді. Құлпытастағы суретке қарап көзіне жас алды. Тап бір тірі кезіндегідей бұған күлімсірей қарап тұр. Алтынбек. Жаңыл оны жан-тәнімен беріле сүйетін. Ол кешіксе көңілі алабұртып, қашан келгенше тағат таппайтын.
мінезінің ақжарқындығын болар. Алтынбек келгенде үйдің іші күміс күлкіге толып кетуші еді. Кейде жаңыл жұмыстан шаршап шалдығып, түнере ашуланып қайтқанда, Алтынбек алдынан шығып, «Жаным-ау, бүгін ауа райы бұзылып тұр ғой, суық түсіп қар жаумаса игі еді», деп ақсия күлетін. Нәзік белінен құшақтап, тамағынан иіскеп, құшырлана сүйіп алушы еді. Жаңыл оның осы тауып айтқан қалжыңымен баладай пәк қылығына сүйсініп, тамылжыған жас күніндей лезде жадырап шыға келетін. Алтынбек одан әрі өмір ағыны қатты арынды өзен, жүзе білмеген ол сені ағызып әкетеді. Сондықтан малтуды үйреніп, ағысқа қарсы жүзе алатындай күш-қайратың болуы керек. Сонда ғана бақытқа жетесің. Ал бақыт дегеніміз сыйластықпен тату-тәтті ғұмыр кешу, дейтін жымия түсіп. Иә, сол осы көзқарас. Кенет зираттың арғы жағына машина келіп тоқтады да, адамдар үстінен мәйіт салынған табытты түсіріп жатты. Иә, деді оны көрген жаңыл ауыр күрсініп. Адам адамға, жан денеге қонақ деген осы да. Жарық дүниеге біреу келеді, біреу кетеді. Сөйтіп тіршілік жалғаса береді. Біз бақыттымыз, Алтынбек. Артымызда өмірімізді жалғайтын ұрпағымыз, Мұратбегіміз бар. Өзің өлсең де рухың тірі. Ол осылай жансыз бейнемен үнсіз сырласып ұзақ тұрды. Аспанды қою қара бұлттар торлаған, қоңыр күздің сумаңдаған суық желі сұр жыландай ысылдап, ышқына ысқырып тұр. Жартылай жалаңаш жас қайыңдар гуілдеген желдің екпінімен бір жағына қарай майысып иіле түскен. Бір кезде қалықтап жүрген сансыз жапырақтардың біреуі қалбаң қағып жаңылдың пальтосының жағасына қонды. Алақанына салып байыппен көз жүгіртті. Жапырақта 3 түрлі рең байқалады. Үші күреңденіп, ортасы сарғыш тартыпты, ал түп жағы әлі жап-жасыл. Жаңыл оны лақтырып тастауға қимай, қол сөмкесінен блокнотын алып, ортасына еппен салып қойды. Аздан соң әлдене есіне түскенде орнынан қозғалып, «Разы бол, жаным, қу тіземді құшақтап өтсем де, сенің аруағыңның алдында адал болуға ант су ішемін», деді де енесінің үйіне бет алды. Жаңыл ауызғы бөлмеге кіре бере состиып тұрып қалды. Қабырғаларының кейбір тұстары құлап, сілбі мен өрмекшінің торлары шырмаған. Мүңкіген күлімсі иіс адамның қолқасын қабады. Бұрыш жақтағы үстелдің үстінде темекінің тұқылдары мен қатқан нанның қалдықтары шашылып жатыр. Ол көз алдындағы келеңсіз көріністерге таңырқап тұрған кезде төргі бөлменің есігі ашылып, Еркінбектің сорайған бойы көрінді. Көздерін алақ-жұлақ еткізіп, аяқ-қолы қалшылдаған қалпы, бұны көре сала есікті қайта жауып алды. Жаңылдың қорқыныштан жүрегі дүрсілдей соғып, үйден қалай атып шыққанын өзі де білмей қалды. Күн нұрын шаша тас төбеге көтерілген, желдей бәсеңсіп, айнала тылсым тыныштыққа бөленген. Көрші үйдің алдыңғы жағындағы орындықта енесімен жақсы араласып жүретін, өзі де қолынан талай мәрте дәм татқан қара кемпір немересін ойнатып отыр екен. Жаңыл жақындап келіп, «Сәлеметсіз бе, әжей?» деді аптығын баса алмай. «Амансың ба, шырағым? Құдайға шүкір, бала-шағаның арқасында қыбырлап жүріп жатырмыз ғой әйтеуір». Аман саулық біліскеннен кейін Жаңыл, «Әже, Еркінбекке не болған?» деді, келген жағына жалтақтай қарап. Өзің кеткеннен кейінген байғұс бала араққа мүлдем салынып кетті. Тіпті кейінгі кездері үйінде жатып ішті. Содан психоздық дей ме әйтеуір, өзін-өзі ұстай алмайтын елірме ауруына шалдықты. Ал әйелінің төркініне кетіп қалғанына да біраз уақыт болды. Сол жақта тағы біреуге тиіп алыпты дейді ғой қара бет. Ал апам ше? Апам қайда? Әкесі өлгенді де естіртеді де, қызым, Дина бейшараны мына жетесіздер қарттар үйіне, деді сөзінің аяғын жұтып қойған. Ана жанарына тығылған жасты қол орамалымен сүртіп жатып.
оның жан дүниесі дауылды күнгі теңіздей толқып келеді. Қайран асыл апашым, сорлаған екенсіз ғой, ұрпағыңның қызығын көріп, өз ожағыңның түтінін түтетуге құштар ана емес пе едің? Тас жүрек ұлың тірідей жерге көміпті ғой. Қолда барда алтынның қадірі жоқ деген осы да. Жаңыл қарттар үйіне келгенде күн ұясына батып, ымырт үйіріле бастаған. Еңсені басқан ауыр ой құшағында ішке енді. Енесі терезе алдындағы төсекте басын төмен салып, іш көйлегін жамап отыр екен. Өзіне қарай келе жатқан аяқ тықырын сезген Дина шеше басын көтеріп алды да, көзі шарасынан шыға аң-таң күйде аңырды да қалды. Сылбыр көтеріліп танымай тұрған адамдай бұған тесіле қарады. «Апа, мен ғой, танымай қалдыңыз ба? Жаңылмын ғой», деді даусы дірілдеп. «Қарағым, Жаңыл, шынымен сенсің бе?» деді әжей, тамағы бүлк-бүлк ете жұтынып. Иегі кемсеңдеп, жанары жасаурай берді. Жүрегі лүпілдеп қалтыраған тарамыс қолдарын соза келініне тақап келіп, бетінен сүйді. Сол сәтте әжейдің көз алдына үлкен ұлының бейнесі елестеп кетті де, көңіл күйі сеңдей бұзылып, кеңкілдеп жылап жіберді. Бірнеше күннен кейін қызғылт түсті автобустың ішінде жүдеп, қуаң тартқан жүзіне қан жүгіріп, жаудыраған енесі мен мейірімді келіні әлденелерді еске алып, жарасымдылықпен шүйіркелесіп бара жатты. Осы кезде қарашаның алғашқы қары жапалақтай жауып, жер ана ақ көрпесін жамылды. Күн ене де елжіреп, «О, қасиетті адам баласы, қуаныштарыңа ортақпыз» дегендей шуағын төге күлімсіреп тұрған еді. Осымен әңгімеміз аяқталды. Әңгімені соңына дейін тыңдағаныңыз үшін алғысым шексіз. Келесі кездескенше сау болыңыз.